Сәлем достар, бүгін пинеткаға дизайн жасап үйренетін боламыз. Ошон Pinterestке кіреміз. И осы жерден жаңағы өзімізге керек картинкаларымызды алсақ болады. Ребенок картинки дейміз. Картинки. Сөзде неше түрлі суреттер шығады бізге керек. Мінекей неше түрлісі шықты. Осын басып қараймыз. Ұнағанын өзімізге таңдап аламыз, е. Мен нақысты аламын таңдап қазір. Осы 3 точканы бассаңыз, скачать изображение деген шығады. Осыны сақтап аламыз. Енді жаңағы детские фоны деп тереміз. И осы жерде неше түрлі фондар шығады. Жаңағы розовый бізге керек. Сондай сақтап аламыз тоже телефонға. Мен мынаны сақтап алайын. Скачать изображение. Все. Енді біздің PicsArtқа кіреміз, е. Плюсты басамыз. И бірінші жаңағы пинеткамыздың шаблонын саламыз бірінші. Так, қойдық. Шаблонымыз. Енді рисоватьқа кіреміз. Рисоватьқа кіреміз де добавить фото дейміз. Сөйтіп фотомызды таңдаймыз. Неке фонымызды таңдаймыз. Галочка дейміз. Енді осы фонымызды үлкейтеміз. Яғни шаблонды жауып тұратынды үлкейтеміз. Потом слойға кіреміз де біздің фонымызды алып, пинетканың астына жібереміз, галочканы басамыз. И неке көрдіңіздер, фонымыз сразу пинетканың астына барып тұрды. Енді мынаның астынан добавить фотоға кіреміз де біздің жаңағы таңдап алған қызымызды таңдаймыз осылай. Артында фоны қалды. Енді қалай істейміз артында? Неке мынау remove заменить деп бірінші тұр, сосын remove bg деп тұр. То есть background деген фонды, задний фонды өшіру деп тұр. Удалить фонды басамыз. Неке все біздікі дайын болды. Сразу же өткені біздің PicsArt'ымыз взломанный gold PicsArt болғаннан кейін осылай жасалынады. Енді пинеткамыздың қай жеріне қоямыз? Алдына қоямыз, басы. Так, осы жері алды болады. Жерге қоямыз. Кішійтіп қояқ. Өткені мына жерге еще надпись қою керекпіз, рамка қою керекпіз, е. Так, мына жерге барады. Так, енді стикерге кіріп, рамка или фотоның ішіне кіріп, рамка таңдасақ болады. Стикерден де таңдасаңыз да болады өзіңіздің рамкаңызда. Егер рамкамды таңдап добавить деймін. Осылай кішірейтем. Қатты ұзын сопақ сияқты маған. Кішірейтеміз. Тоже кішкене бұрамыз. И осылай қоямыз осы жерге. Так. Енді дұрыс болған сияқты. Енді рамкамыз бүпен қыздың үстіне шығып кетті. Астына бару үшін слойға кіреміз де вниз дегенді басамыз. И сол кезде қыздың астына барады. Қызды так кішірейтсек болады. Шетке қарай жылжытсақ болады. Все, енді бізге дайын болды. Аты жазатын жер. Тағы өздеріңіздің қалауынша тағы бірдеңе қоссаңыздар болады, басқа фон қойсаңыздар болады. Сіздерге просто пример көрсетіп жатырмын. Все, галочканы басамыз и сақтап қоямыз. Готово.